Мен мысалы бардым, үйді сатып алдым, ары қарай бәрін өзім істеймін, өзім көремін, өйткені ешкімге сенбеймін, мысалы да. Бәрін өзім жасайын деп жүгіре беру дұрыс па? Әлде команда болып, адамдарды, көмекшілерді қасыңа шақырып бірге істеген дұрыс па? Әлде бәр жауапкершілікті өзім алып, бәрін өзім істей беру дұрыс па? Осы жерде енді бұл жерде бар ғой, бұл жерде де қателік әрине. Барлығын өзің істей алмайсың. Бұл жерде де арнайы мамандарға сен жүгінуің керексің. Егер барлығын өзің істеймін, мен өзім үйді табамын, мен өзім үйді сатамын, мен өзім үйге ремонт жасаймын, мен өзім дизайн жасаймын, барлығын өзім жасаймын десеңіз, тура сіздің үйіңіз өтпей қалуы да мүмкін. Өйткені сіздің көзқарасыңыздағы үй басқаларға ұнамауы да мүмкін. Сондықтан бұл жерде команда неге маңызды деген сөз. Мен айтам, етті сойса да қасапшы сойсын деген бар ғой. Сондықтан мен айтам, өзінің маманына беру керекпіз. Мысалы, мен риэлторларға үй сатуға беретін тұғым бұрын. Үйімді сатуға. Өйткені өзім, мына мен айттым ғой, университет сабақ бергенмін, 200-300 мыңға қарап отқан адаммын. Сондықтан мен сауданы білмейтін тұғым. Саудаласуды білмейтін тұғым. Үстіне аз ақша қосып қоюым да мүмкін. Яғни мен бұл жерде саудаласу өнерін әлі меңгермегенмін. Сондықтан мен риэлторларға беретін. Риэлторлар олар жақсылап тұрып маған әдемілеп сатып беретін. Сондықтан олардан да қашуға болмайды. Жақсы ремонт жасайтын адам бар ма? Болды, оған сеніңіз, тапсырыңыз о жұмысыңызды. Өзіңіздің де басқа жұмыстарыңыз бар ғой. Одан кейін қандай? Заңгер дейді ғой бұл жерде. Нотариус, заңгер. Яғни сіз сатып алу сатуды өзіңіз жасасаңыз да болады. Сіз егер білсеңіз осыны. Тегін жасасаңыз болады. Немесе нотариуске барып 50 мың теңге берсеңіз. Білмесеңіз барыңыз. Түсінбейсіз бе? Заңгермен ақылдасыңыз. Өзім білемдіге басуға да болмайды. Егер сен енді соғысқа да адамдар жиналып барған ғой. Жалғыз өз соғысам деп барса жеңіліп қалады ғой. Сондай-ақ, егер сен жалғыз өзің барлығын істей берем десең, адамдар выгоранияға түсіп кетуі мүмкін. Бұл ремонт деген оңай нәрсе емес. Оны жасаңыз адам өте шаршап қалуы мүмкін, беті қайтып қалуы мүмкін. Құрсыншы деп қалуы да мүмкін, шыны керек. Сондықтан бұл жерде өзіңді сақтап қалу үшін сен істейтін адамдарға, мамандарға беруің керексің, бөліп.